Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Бұл видео Түркістан қалалық әкімшілігіне және де облыс әкімі Дархан Сатыбалдыға жолданады. Мына көшеде Шәмші Қалдаяқов көшесіне асфальт тротуар басылмаған. Қазір мына алдында Ибрагимов көшесі, сосын арт жақта Рысқұлов, қателеспесем, сол көшелердің бәріне асфальт басылған. Шәмші Қалдаяқов көшесі былайынан арт жақта да ал жақта да болса Шәмші Қалдаяқов көшесі жартысына басылғанда, жартысына басылмаған. Полный подряд асфальт басылып келген, арттан бастап алдымызда да асфальт басылған. Мына Шәмші Қалдаяқов көшесінде асфальт басылмаған. Бұл көшеде бір жалғыз басты ана тұрады. Оның мүмкіндігі шектеулі кішкентай балалары бар. Соны коляскамен алып жүруге өте қиын дейді. Сондықтан осы көшеге бір тротуар немесе асфальт басуын сұраймыз. Енді сіздерден де жауап дайын тұрған шығар. Бұл көшеге қазба жұмыстары жүреді, немесе бірдеңке болады, сосын барып істеледі деген бір жауаптарыңыз дайын тұрады ғой. Сондықтан осыған бір жауап берсеңіздер екен. Қай уақытта салынады? Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен Абзал Абой YouTube каналы. Барлық көшеге басылған подряд. Мына Шәмші Қалдаяқов номер 40 жерге басылмаған асфальт.